Назарбаев жайлы жылда мәлімдеме. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басынпаңыз. Назарбаевтың бұрынғы келіні де барлық жерде жырқылады. Гүлмира Сатыбалды сотта тосын мәлімдеме жасады. Алматының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Гүлмира Сатыбалдыға қатысты сот отырысы өтіп жатыр. Жәбірленуші кәсіпкер Абай Жүнісовтен жауап алу кезінде айыпталушыдан күтпеген жерде оған сұрақ қойды. Мені Назарбаевтың бұрынғы келінде барлық жерде жырқылады. Неге? Өзі менің бұрынғы күйеу балам екенін айтпайды. Оның үстінен бірнеше рет қылмыстық іс қозғалса, менің соншалықты күшті, қауқарлы болсам, неге олар жабылып қалды? Мені осы таңғалдырады, дейді Гүлмира Сатыбалды. Судья бұл эмоциямен айтылған сөз екенін және осы заң тұрғысында түсіндіру керек екенін айтты. Сатыбалдының адвокаты жәбірленушінің міндеттеріне қатысты істер неге жабылған туралы сұрақты түсіндірді. Ал жәбірленуші Сатыбалдымен қарым-қатынасы бар екенін жасырмайтынын айтты. Оның сөзінше, айыпталушы ықпалында адамдарға, атап айтқанда бұрынғы күйеуіне арқа сүйеп әрекет еткен. Жүнісов оған қатысты істер дәлелдеп болмағаннан тоқталғанын айтты. Судья құрылысқа бөлінген ақшаны ұрлады деп айыпталған жәбірленушіге қатысты банк бетінің процессуалдық шешімін сұрады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.